Ашытқысы жұмсақ болып шығатын 3-4 адамға арналған орташа көлемдегі шелпек дайындаймыз. 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық сода, жарты шай қасық сары май, үстіне жылы суымызды құйып, саусақтың ұшымен ала отырып, өте жұмсақ қамыр дайындаймыз. Шамамен 10 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды ұзынша етіп жайып, бірден 7 бөлікке бөліп алдым. 7 бөлікке бөлгеннен кейін барлығын бірден күлшелеп бетін жауып қоямыз. Шетінен бір-бірлеп алып, дөңгелекше етіп жайып алатын боламыз. Ұнды аз мөлшерде қосып, осылай жан-жағына баса отырып, дөңгелекше етіп біздің шелпегімізді дайындаймыз. Қызып тұрған майымызда біздің шелпектерімізді екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Қатты тым қызартып қажет емес. Шелпектен өте тез дайындалатын, жасалуы қарапайым әрі дәмді шығатын нанның бірі. Егер рецепт ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет.